الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين, ثم أما بعد. Baular, Allah'tan kömeginden sabahımızda arada çalıştırımız. Ötküzüp jatırgan kitap El-Nahvel Vadih fi Kavaidil Lugatil Arabiyye lil-Marhaletil İbtidaiyye. Sol kitap boyunca 2. bölümden жаңа takırıp ol Zarful Zamani ve Zarful Mekan. Zorfu zaman және zorful makan deb qanday ismning türünü aytamiz. Onu kas tömende tushundiradi inshaalloh. Al-amsila: makastu bil iskandriyati shahran. شرب المريض الدواء صباحا. جلست مع صديقي لحظة. توقد المصباح ليلا. تجمع النملة قوتها صيفا. وقفت أمام المرآة. جلست الهرة تحت المائدة. نام الكلب خلف الباب. يثب اللص فوق السور. جرى علي ميلا. Бұл осы тақырыпқа байланысты берілген мысалдар. Төменде түсіндіреді. Al-Bahth في الأمثلة الخمسة الأولى لا يهمنا إلا الكلمات الأخيرة في كل مثال، وهي شهرا، صباحا، لحظة، ليلا، صيفا. وإذا فحصنا عن هذه الكلمات في ذاتها رأينا أنها أسماء منصوبة، ولكننا نريد أن نعرف ارتباط كل كلمة منها بالفعل الذي في جملتها. ويكفينا لهذا أن نبحث في المثالين الأولين. حبك قلت مكثت بالإسكندرية، فهل يعرف السامع مع هذه الجملة من هذه الجملة مدة إقامتك بها؟ الجواب لا، ولكنك إذا قلت شهرا عرف السامع مدة مكثك بالإسكندرية. وهبك قلت شرب المريض الدواء، فإن السامع لا يفهم من ذلك الوقت المحدود الذي شرب المريض فيه دواءه. فإذا قلت صباحا عرف السامع ذلك. وهكذا يقال في الأمثلة الثلاثة الأخرى. فهذه الأسماء المنصوبة التي تعين الزمن الذي حصل فيه الفعل تسمى ظروف الزمان. ننظر الآن إلى الأمثلة الأخرى ونتأمل الكلمات أمام، تحت، خلف، فوق، ميلا، فنجد أنها أيضا أسماء منصوبة. ثم نبحث عن ارتباط كل كلمة منها بالفعل الذي في جملتها على النحو الذي سبق في ظروف الزمان. فنرى أنه إذا قال قائل وقفت، لم يفهم السامع إلا أنه وقف، ولكنه لا يعرف المكان الذي وقف فيه. فإذا قال أمام المرآة بين للسامع مكان الوقوف. وإذا قال بين للسامع مكان الوقوف. وإذا قال إنسان جلست الهرة، لم يعرف السامع أين جلست، ولكنه إذا قال تحت المائدة عرف السامع
عرف ولكنه إذا قال تحت المائدة عرف مكان جلوسها. وكذلك يقال في الأمثلة الثلاثة الأخرى. فهذه الأسماء المنصوبة التي تبين المكان الذي حصل فيه الفعل تسمى ظروف المكان. ويسمى كل من ظروف الزمان وظروف المكان مفعولا فيه. Енді түсіндіреді, біздерге мынау жоғарыдағы сөйлемдердің ішіндегі шахран, сабахан, лахзатан, лейлан, сайфан деген осы жоғарыдағы 5 мысалдың ішіндегі осы сөздерден басқасы бізге маңызды емес дейді. Яғни біздің тақырыбымыз осы 5 сөзге байланысты. Осы 5 сөзге байланысты және мына төмендегі 5 сөзге, оны қазір енді бірінші мына 5 сөзді талқылап кетейік. Айтады, бізге осы 5 мысалдың ішіндегі бізге маңызды болған сөздер осы 5-еу дейді. Енді бірінші біз көріп тұрғанымыз ол осы 5 сөздің барлығы мәнсуб екенін көріп тұрдық дейді. Бізге көрініп тұрған нәрсе бұлардың барлығы мәнсуб. Шахран, сабахан, лахзатан, лейлан, сайфан. Енді біздің білгіміз келетін бұл тақырыпта, білгіміз келетіні бұл сөздердің осы сөйлемнің ішіндегі фиилдер мен аф'алдармен қандай байланысы бар? Осы сөйлемнің ішіндегі аф'алдармен қандай байланысы бар, соны білгіміз келеді. Енді ол үшін бірінші мынау алғашқы 2 мысалды қарайық. Бірінші мысалда мәкәсту бил искандрияти шахран деп тұр. Енді осы жерде шахран деген сөзді айтпай, сөйлеуші тек қана мәкәсту бил искандрияти деп айтатын болса, немесе мәкәсту бил искандрияти деп айтатын болсаң, онда тыңдаушы сенің сөзіңнен сенің Искандрияда болғаныңды ғана білді, бірақ та қанша уақыт болғаныңды білген жоқ. Яғни тыңдаушы сенің сөзіңнен сенің Искандрияда болғаныңды білді де, бірақ Искандрияда қанша уақыт болғаныңды білген жоқ. Егер де сен айтатын болсаң, мәкәсту бил искандрияти шахран деп, онда тыңдаушы сенің осы сөзіңнен сенің Искандрияда болған уақытың ол 1 ай екенін білді. Сенің Искандрияда болған уақытың ол 1 ай екенін білді. Осымен тыңдаушыға сенің Искандрияда қанша уақыт болғаның анықталды. Мынау шахран деген сөз сенің Искандрияда қанша уақыт болғаныңды анықтады. Сенің Искандрияда қанша уақыт болғаныңды анықтады. Төмендегі мысалға келетін болсақ, шарибал мариду дауаа сабахан деп келіп тұр. Біз осы жерде сабахан деген сөзді айтпай, шарибал мариду дауаа деп тоқтап қалатын болсақ, онда тыңдаушы біздің сөзімізден түсінгені, яғни шарибал мариду дауаа деп тоқтап қалатын болсаң, тыңдаушы сенің сөзіңнен түсінгені ол науқастың дәрісін ішкенін. Бірақ та ол науқастың ол дәріні қай уақытта ішкенін білген жоқ. Қай уақытта ішкенін белгісіз. Яғни бұл науқастың дәріні қай уақытта ішкенін белгісіз. Енді сөзіңе шарибал мариду дауаа сабахан деп қосып айтатын болсаң, мына сабахан деген сөзді, онда тыңдаушыға ол науқастың дәрісін қай уақытта ішкенін анықталды. Дәрісін қай уақытта ішкені анықталды. Ол таңертеңгі уақыт. Енді осыдан сабахан деген сөз ол сол іс-әрекеттің болған уақытын анықтап тұр. Мына жоғарыдағы шахран деген сөз мынау іс-әрекеттің
болған уақытын анықтап тұрған сияқты, бұл жерде сабахан дегенде сол іс-әрекеттің, осы сөйлемнің ішіндегі осы фиилдің болған уақытын анықтап тұр. Тап сол сияқты төмендегі үш сөйлемде тап солай. Барлығының ішінде осы лахазатан, лейлән, сайфан деген сол іс-әрекеттің қай уақытта болғанын анықтап тұр. Енді олай болса, бұл сол сөйлемнің ішіндегі іс-әрекеттің қай уақытта болғанын анықтау үшін келген исім мәнсупты араб тілінде зорф заман дейді. Зорф заман дейді. Енді төмен қарай түсетін болсақ, мынау 5 мысалға келетін болсақ, бұл 5 мысалдың ішінде бізге маңызды болған сөздер, мынау жоғарыдағы 5 мысалдың ішінде айтылып кеткендей, мынау әмәмә, тахта, халфа, фауқа, милан деген. Бізге маңызды болған осы тақырыбымызға байланысты сөздер осы 5-ақ сөз. Енді бұл сөздерді талқылауымыз жоғарыдағыдай болатын болса, онда біз бірінші бұл есімдердің мансуб екенін көреміз. Мансуб екенін көреміз барлығының. Әмәмә, тахта, халфа, фауқа, милан. Енді бұл есімдердің осы сөйлемнің ішіндегі афғалдармен қандай байланысы бар, соған тоқталайық. Мысалға, енді оны білуіміз үшін жоғарғы 2 мысалды талқылайық. Вақафту әмәмәл мирәти дейді. Енді осы жерде вақафту деген сөзді, сөйлемді ғана айтып, сонымен шектелетін болсаң. Яғни вақафту дедің де тоқтап қалдың, болды. Әмәмәл мирәти деген сөзді қосқан жоқсың. Осы жерде тыңдаушы сенің сөзіңнен түсінгені сенің тұрғаныңды ғана түсінді. Сенен тұру іс-әрекеттің болғанын ғана түсінді. Сенен тұру іс-әрекеттің болғанын ғана түсінді, бірақ сенің тұру іс-әрекеттің қай жерде болғанын түсінген жоқ, қай жерде болғанын білген жоқ яғни. Бірақ та сен егерде вақафту әмәмәл мирәти деп айтсаң, осы әмәмәл мирәти деген сөзді қосып айтатын болсаң сөйлеміңе, онда тыңдаушы сенің сөйлеміңнен сенің іс-әрекетіңнің қай жерде болғанын білді. Оның сенің тұру іс-әрекетің айнаның алдында болғанын білді. Сенің тұру іс-әрекетің айнаның алдында болғанын білді. Осымен мынау әмәмә деген сөз, исім мәнсуб, ол сол іс-әрекеттің болған мекенін анықтады. Сонымен бұл исім мәнсуб, бұл сол сөйлемнің ішіндегі іс-әрекеттің, фиилдің болған мекенін анықтау үшін келіп тұр. Төмендегі мысалға келетін болсақ, жәләсәтил хиррату тахтал маидати деп тап солай, егерде жоғарыдағы сөйлемді талқылағанымыз сияқты талқылайтын болсақ, жәләсәтил хиррату деп тоқтап қалатын болсақ, яғни жәләсәтил хиррату деп тоқтап қалатын болсаң, сөзіңді ары қарай жалғастырмай, онда тыңдаушының түсінгені ол тек қана мысықтың отырғанын ғана түсінді. Мысықтан отыру іс-әрекетінің болғанын ғана түсінді. Мысықтан отыру іс-әрекетінің болғанын ғана түсінді. Бірақ та ол мысықтың отыру іс-әрекеті қай жерде болғанын білген жоқ. Бірақ та егерде сен сөйлеміңе жәләсәтил хиррату тахтал маидати деп тахтал маидати деген сөзді қосып айтатын болсаң, онда сонымен тыңдаушыға мысықтың отыру іс-әрекеті қай жерде болғаны анықталды. Ол жасалған столдың, даярланған столдың астында болғаны анықталды. Оның отыру іс-әрекеті. Сонымен бұл тахта деген исім мәнсуб, бұл іс-әрекеттің қай жерде болғанын анықтады. Сонымен төмендегі 3 мысалда да тап солай, халфа, фауқа, милан деген тап солай
сөйлемнің ішіндегі фиилдің сөйлемнің ішіндегі яғни іс-әрекет қай жерде болғанын анықтап тұр. Енді осыдан түсінетініміз мынау исм мансуб, яғни сол сөйлемнің ішіндегі іс-әрекеттің болған жерін анықтау үшін келген, бұны араб тілінде зорф мәкан деп айтады. Зорф мәкан деп айтады. Және бұл екеуінде зорф заманды де, зорф заманды және зорф мәканды араб тілінде әл-маф'улу фихи деп айтады. Әл-маф'улу фихи деп атайды. Не себептен не себептен олай атайды? Себебі іс-әрекет, сол сөйлемнің ішіндегі іс-әрекет соның ішінде болғаннан кейін. Зорф деген ол мынау конверт деген мағынаны білдіреді. Хат салатын конвертті зорф деп айтады. Бұны неге зорф деп атаған себебі іс-әрекет соның ішінде болғаннан кейін. Мысалға сол айдың, сол уақыттың ішінде болғаннан кейін, мына жерде сол мекеннің ішінде болғаннан кейін бұны зорф деп айтады. Заман деп неге айтады? Зорф заман деп неге десең, заманды білдіреді. Неге зорф мәкан деп айтады? Себебі мәканды білдіреді. Енді әл-маф'улу фихи деп неге айтады? Себебі іс-әрекеттің болуы соның ішінде болып тұрғаннан кейін. Іс-әрекеттің болуы соның ішінде болып тұрғаннан кейін оны әл-маф'улу фихи деп атайды. Әл-маф'улу фихи деп атайды. Сол себепті зорф заман, зорф мәкан, оны араб тілін зорф заман, зорф мәкан, енді сабағымыз қорытындылайтын болсақ, зорф заман, зорф мәкан дегеніміз ол исм мансуб. Біріншіден исм мансуб ол сол сөйлемнің ішіндегі іс-әрекеттің болған заманын немесе мекенін білдіру үшін, анықтау үшін келген исм. Исм мансуб, яғни зорф заман, зорф мәкан, исм мансуб сол сөйлемнің ішіндегі іс-әрекеттің болған заманын анықтау үшін немесе болған мекенін анықтау үшін келеді. Және бұл екеуінде араб тілінде әл-маф'улу фихи деп атайды. Енді сабағымыз түсінікті болған болса, иншаллах тақырыбымыз түсінікті болған болса, ары қарай ал-қаваидқа көшейік. Зорфу заман, зорфу замани исмун мансубун юбайину заман аллази хасала фихи л-фи'лу. Зорф заман дегеніміз ол исм мансуб бірінші, және ол сол іс-әрекеттің, сол сөйлемнің ішіндегі іс-әрекеттің болған заманын анықтау үшін келеді. Болған заманын анықтау үшін келеді. Сол іс-әрекеттің қай заманның ішінде болған анықтау үшін келеді. Шәһр, сабахан деп мана жоғарыда айтып кеттік, ләйлән деген сияқты. Ары қарай зорфул мәкани исмун мансубун юбайинул мәкан аллази хасала фихи л-фи'лу. Зорф мәкан дегеніміз ол исм мансуб, сол фиилдің, сөйлемнің ішіндегі іс-әрекеттің қай мекенде болғанын анықтау үшін, баяндау үшін келеді. Ары қарай тақырып түсінікті болған болса, онда тамринаттарға көшейік. Тамрин ал-әувал استخرج ظروف الزمان والمكان من العبارات الآتية. Төменде келген сөйлемдердің ішінен зорф мәкан мен зоруф заман мен зоруф мәканды шығаруымыз керек. Харajna yawman li mushahadati al-ahram. Осы жерде яуман деген бұл не? Зорф заман. Себебі осы шығу іс-әрекетінің осы уақыттың ішінде болғанын білдіріп тұр. Сол себепті зорф заман. Сол сияқты төменде қалғандарын анықтаймыз. Шығарамыз, яғни зоруф заман мен зоруф мәканды. Тамрину с-сани اجعل كل اسم من الأسماء الآتية مفعولا فيه في جملة تامة. Төмендегілердің барлығын маф'ул фихи қылып,
толық сөйлемнің ішіне қоюымыз керек. Әмкәсту фи Миср санатан. Яғни осы жерде сана деген, мынау сана деген сөйлемнің, толық сөйлемнің ішіне маф'ул фихи қылып қойғанбыз, яғни зарф заман қылып. Ары қарай тәмрин сәлис, қалғандарында осылай қойып шығасыздар иншаллах. Ары қарай тәмрин сәлис, ضع ظرف زمان أو مكان مناسبا في كل جملة من الجمل الآتية. Төмендегі келген сөйлемдерге сол жерге сәйкес келетін зорф заман немесе зорф макан қойып шығуымыз керек. Мына жерге yazharul qamaru laylan деп қойдық. Осы жерге зорф заман қойдық біздер. Сіздер солай төменде қай жерге зорф заман қою керек, қай жерге зорф макан қою керек, қойып шығасыздар. Тамрин раби كون 5 جمل تشتمل كل واحدة منها على ظرف زمان Biz сөйлем қарастыруымыз керек, олардың әрқайсысы өзінің ішіне зорф заманды қамту керек. Мына жердегідей сумту шахран өзінің ішіне зорф заманды қамтыған. Осылай 5 сөйлем қарастырамыз. Ары қарай кауин 5 жумалин таштамилу куллу вахидатин минха ала зорфи маканин. Енді 5 сөйлем қарастыруымыз керек, өзінің ішіне, әрқайсысы өзінің ішіне зорф маканды қамтыған. Мына жердегідей ат-таиру фауқа шаджарати. Осы жерде фауқа деген ظرف مكان. وصلي بالسلم ورسترامس. كون جملة الفاعل فيها اسم إشارة لجماعة الإناث والمفعول به فيها من الأسماء الخمسة مع اشتمالها على ظرف زمان. يعني сөйлем қарастыруымыз керек, оның ішінде фаил әйел тегінің көпше түріне сілтейтін исм ишара болу керек, және маф'ул бихи Асмаул хамсадан болу керек. Исм мен асмаул хамсадан болған исм болу керек. Және ішіне сол сөйлем өзінің ішіне зорф заманды қамту керек. Мына жерде қойғанбыз афлахатиллаи юхбибна абахунна тула хаятихинна деп. Осы жерде сөйлемнің ішіндегі мынау аллаи деген исму ишара ли жамаатил инас. Әйел тегінің көпше түріне сілтейтін исм ишара. Және бұл фаил. Ал мына жерде тула маф'улун бихи min asma'ul khamsa. Aba деген исм min asma'ul khamsa. Asma'ul khamsaдан болған исм. Aba маф'улун бихи. Және өзінің ішіне зорф заманды қамтыған. Осылай сөйлем қарастырамыз. كون جملة الفاعل فيها ضمير جماعة المتكلمين والمفعول به فيها جمع تكسير مع اشتمالها على ظرف مكان مضاف. يعني сөйлем құрастыр дейді. Оның ішінде фаил ضمير болсын дейді. Ли жамаат المتكلمين. يعني мысалға харajna, катабна деген сияқты ضمير ли жамаат мутакаллимин болу керек. Ал-маф'ул бихи жамаат таксир болу керек. Және өзінің ішіне зорф мәканды қамту керек. Яғни біз мына жерде сөйлем қоюға ұмытып кеткенбіз. Егер де сөйлем құрастыратын болсақ, мына жерге мысалға айтатын болсақ, جمعنا الكتب تحت الشجرة деп, تحت السقف деп мысалға, немесе
Яғни jama'na деген кезде ол жерде фәғил деген фәғил ли жамаатил мутакаллимин. Яғни сөйлеушінің көпше түріне сілтейтін дамир muttasil ол фәғил. Әл-кутуба маф'улун бихи жама таксир болсын деді. Әл-кутуба жама таксир. Және өзінің ішіне зорф мәканды қамтысын деді. Тахта сақфи, тахта деген зорф мәкан. Осылай құрастырамыз иншаллах. Ары қарай тамринул хамис, тамринун фил инша. Мынау айтады. Ары қарай узкур фи жумалин صحيحة كل ما تعمله في يوم عطلة مع الاتيان بظرف زمان أو مكان في بعض الجمل. يعني бір күнгі демалысыңда қандай амалдар жасайсың, соған сөйлем құрастыр, және сол құрастырған сөйлеміңнің кейбірінде зорф заман және зорф мәкан келтір дейді. Ары қарай тамринун садис, тамринун фил i'раб. Мынау төмендегі екі сөйлемді i'рабтаймыз иншаллах. Осымен Аллахтың жәрдемімен кітаптың екінші бөлімін бітірдік. Алла қаласа алдағы уақытта үшінші бөлім бастаймыз иншаллах. Алла нәсіп етсе. Субхана ва тағала осы кітабымызды соңына дейін аяқтауды нәсіп етсін. Субханакаллаху ва бихамдик, ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.